Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып білім алушылары. Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өнер алды қызыл тіл. Бүгінгі сабақ мақсаты сен шығарманың мазмұнын жоспар бойынша өз сөзімен толық мазмұндап, билерше нақыл сөз құрастыруды үйренесің. Олай болса дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 9 қаңтар сынып жұмысы. Нақыл сөзді түсініп оқы, тіл сөзін сөз деп қайталап оқы, өз ойыңды айт. Кәнеки балалар, оқулығымыздың 7 бетін ашып, берілген нақыл сөзді дауыстап тұрып оқиық. Ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл, ең қатты да тіл, ең жұмсақ та тіл. Енді осында тіл сөзін сөз сөзіне ауыстырып, тағы да бір оқып шығайық. Балалар, қалай ойлайсыздар, неліктен тілді тәтті, ащы, қатты, жұмсақ деп теңеп тұр? Кәнеки өз ойларыңызды айтыңыздаршы. Қаз дауысты Қазыбек би. Қазақтың 3 биінің бірі. Ол сыр бойында дүниеге келген. Жасынан шешендігімен, ойлы да әділдігімен, батыл да батырлығымен көзге түскен. Халық Қазыбек қазып айтады деп құрметтеген. Балалар, осы Қазыбек би туралы ақпаратты дәптерлеріңізге көшіріп алыңыздар. Әр халықтың өз заманына қарай хандары, билеушілері немесе рухани ұстаздары болады. Сол сияқты қазақ елінің де тарихтың даму сатысына қарай хандарына ақыл қосып, қара халықтың сөзін сөйлеп, түрлі мәселелерін шешіп отыратын билері болған. Қазақ билері ерте заманда осы күнгі соттың да тергеушінің де қызметін атқарған. Билер өздерінің бір ғана сөзімен небір шытырман даулы мәселелерін дұрыс шешімін тауып отырған. Қазақ билері әділ және елге сыйлы болуға тиісті болатын. Өз әділдігімен елге танымал болған қазақтың атақты билері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Қазақ халқының бұл билері елді 300-дің бірлігін сақтауға шақырды. Қазақтың 3 биі 7 жарлығына шығару үшін Күлтөбедегі жиналысқа қатысты. Төле би ұлы жүздің бас биі. Абылайдың билікке келуіне, жоңғарларға қарсы одақтың құрылуына қазақ хандығы ықпал етті. Тәукенің хан сайлануына, Түркістанның қазақ орталығы ретінде қалыптасуына қатысты. Қазыбекке қаз дауысты есімін елшілікке барғанда Галдан Серен қойды. Мемлекеттік істерге белсене қатысып, жоңғар шапқыншылығына қарсы бүкіл халықтық күресті ұйымдастырды. Әйтеке 30 жасында кіші жүздің аға биі болды. Ол жоңғарларға қарсы шайқастарға қатысқан. Қазақ, қарақалпақ, қырғыздың жоңғарларға қарсы бірігуіне ықпал етті. Қазыбек Келдібекұлы қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы 3 биінің бірі. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас би еткен. Қазыбек Келдібекұлы халық санасында қаз дауысты Қазыбек атанып, қазақ бірлігінің нығаюына зор үлес қосқан ұлы тұлғаларының бірі. Қазақ халқының тарихында қара ақылды қағжарып, еліміздің ынтымағы үшін күрескен кемеңгер 3 бидің орны ерекше. Халықтың осы 3 биі жөнінде атақты қазақ 3 биі онан өткен Әйтеке бірінші әзіз Төледі таудай сөзге тарыдай бұзылмайтын сөз айтқан, қию тауып сөйлейді. Шешеннен шешен демегі қанша ділмәр дегендер, және де әзіз киелі ширегіне келмейді. Босатқан буын жүйені бұл 3 бимен тең емес. Қаз дауысты Қазыбек қазақтың мінсіз билері. 1998 жылы атақты 3 биге арналып, Астана қаласында ескерткіш орнатылды. Ескерткіш ғасырлар бойы дәстүрлі сабақтастығын, ұлттық бірлік пен әділдікті көрсетеді. Бүгінгі бақытты өміріміз осындай бабалар арқасы екенін түсініп, 3 биіміздей ұлыларды елім деп еңіреген батырларымыздың ұрпақ ешқашан ұмытпауы қажет деп білемін.
Оқулығымыздың 6-7 бетінде бала бауыр етің аңыз әңгімесін түсініп оқып шығып, келесі тапсырмаларды дәптерге орындаймыз. Қазыбек биге келген екі ананың сөзін салыстыра сипаттап жаз. Дәптерлерімізге Вен диаграммасын сызамыз. Біріншісіне бірінші ананың соңғы сөзін жазамыз. Екіншісіне екеуіне ортақ сипатты жазамыз. Үшіншісіне екінші ананың соңғы сөзін жазамыз. Жетінші тапсырма. Осы шешендік сөздегі жақын сөзінің орнына жақсы, ыстық сөздерін қойып, өзің де Қазыбек бише толғап, шешендік сөз құрастырып көр. Бұнда сіздер кесте сызып, Қазыбек би сияқты шешендік сөз құрастырып, ойдан шығарып жаза қойыңыздар. Үйге тапсырма, 5-ші тапсырманы аласыздар, 8-ші бетте. Бұнда сіздер Қазыбек бидің шешіміне өз көзқарастарыңызды білдіресіздер. Жауаптарыңызды үлгі бойынша дәлелдеп шығасыздар. Меніңше Қазыбек би әділ қазы. Өйткені, себебі, менің ойымша, мен осылай ойлаймын, немесе әділ қазы емес, не себепті? Өздеріңіздің ойларыңызды білдіріп, 2-3 сөйлеммен жазып, дәптерлеріңізге келесі сабаққа дайындалып келіңіздер. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.